Сәлем, каналыма қош келдіңіз. Қыз-келіншектердің маған қоятын сұрақтарының көбі осы бризоль жөнінде. Енді сіздерге асықпай түсіндіретін боламын. Менде таразы міне 0-да тұр. Енді осыған 80 грамм фарш салам. Менде осы өзіміз дайындаған фарш, өзіміз өткізгенбіз мясорубкадан. Міне 86 болып кетті, міне алып тастаймын. 80 грамм болып тұр. Енді осыған 1,5 жұмыртқа саламыз. Міне 1 жұмыртқа кетті. Енді мына жұмыртқаны осылай араластырамын. Енді осының жартысын қана құямын. Жартысын қана құйдым. Көріп тұрсыздар, қалды. Осыған міне аз мөлшерде тұз саламыз. Қара бұрыш. Араластырамыз, белкімен араластырамыз. Көріп тұрсыздар, жақсы араласқан, түйін жоқ. 80 граммнан көп қоспаңыздар фаршты. 2 жұмыртқа қоспаңыздар, 1,5 жұмыртқа қосыңыздар, онда дұрыс шықпай қалады. Дұрыс оралынбай қалады, қалың болып кетеді. Гарнирге күрішін дайындап жатырмын. Майға күрішті қуырып жатырмын қазір міне. Өз күріш қуырылғаны білмеді, кішкене өзі байқалады. Содан кейін үстіне су құйып, суын күрішіңізден кішкене асырып құясыз. Адам санына қарай қолданасыздар ғой күрішті. Және бетін жауып, астын жай қойып, астыңғы отын үстіп пісіресіз. Өзі суы тартылып, піскені байқалады. Міне қарасаңыздар, астыңғы оты осылай жанып тұр. Ыдысқа кішкентай май құйдым. Сіздерге көрініп тұрма? Сіздің табаңызға байланысты. Табаңыз ескі таба болса, майды молдау құйыңыз. Таба кішкене қызғаннан кейін құйдым. Таба қатты қызып кетпеу керек. Осылай жазып жібереміз. Кені осылай байқалады астының. Бұлай қарап, астынан етіп көрсеңіздер болады. Асты қызарған. Енді осылай алып, қараңыздар, мен осылай аударамыз. Көрдіңіздер ме, асты піскен? Мен қараңыздар, енді екінші жағы да пісті. Мен қазір аударып көрсетеміз сіздерге. Көрдіңіздер ме, осылай пісіп шығады. Міне күрішім пісті. Сіздерге байқалама? Міне, май қосып қуырғаннан кейін жақсы пісіп шығады, бір-біріне жабыспайды. Қуыр деген екен деп қып-қызыл ғып қуырып тастамаңыздар. Қуырылған уақытта басқаша болып ағарады, оны сіздер байқайсыздар. Енді піскен күрішті әдемі етіп, екінші ыдысқа оңай салу жолын көрсетемін. Таза кесенің ішін сулап аласыз. Содан кейін күрішті тығыздап толтырып саласыз. Егер кесені алдын ала суламасаңыз, күріш кеседен толық түспей қалуы мүмкін. Әр күрішті салған уақытта кесені сулап отырыңыз. Сонда жақсы түсетін болады. Піскен фарштың арасына майонез салып, қасықпен жұқалап жағамыз. Егер майонез мол болған ұнаса, көптеу салыңыз. Майонездің орнына қаймақ қолдана аласыз. Енді салмасына қияр мен қызанақ саламыз. Мол салсаңыз дәмі әдемі шығады және жақсы оралатын болады. Негізі фарш суымай тұрып, жылы кезінде орасаңыз да жақсы сынбай оралады. Міне осылай асықпай ораймыз. Осымен бризоль дайын, ешқандай қиындығы жоқ, мұқият жасасаңыз болды. Бетін қалауынша сәндеңіз, меніңкі асығыс болды. Дәмді ерекше тамақ жасап, отбасыңызды қуантыңыз, астарыңыз дәмді болсын.